Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін осы ет кесетін ара туралы сөйлесетін боламыз. Мен бүгін өзімнің арамды көрсетем, және де 1-2-3 ет кесетін дүкендерде болып, солардың араларымен танысамыз. Біздің ара 180 мың теңгеге осыдан 5 жыл бұрын Астана қаласынан алғанбыз. Енді бұл араның мынадан үлкенірек аралармен көрсетем. Енді мына жерлері кішкене мінекей бір қарыстан кішкене астам. Енді бұған мен өзім ебін тауып қазір үйреніп алдым. 200-230 килограмм, 250 килограмм сандарды ептеп жүріп қисайтып, жағынан кесіп жұқартып кесіп алам. Негізі бұған үлкен салмақты малдың сандары сыймайды. Сондықтан үлкен алсаңыздар да болады. Үлкен 250-300 килограммдық бұқалар болады, солардың сандарын сыйғызам десеңіздер, мына жеріне қараңыздар. Мына жері биік болса кез келген сан сыйып кетеді. Енді мен ондай көп мал алмаймын. Маған 140-150, максимум 180-200-діктер ептеп сияды. Негіз 150-ге шейін қиналмай өте береміз. Енді 150-ден жоғары қарай 170-180-дерге кішкене жанымен нетіп, бір жағынан жұқартып, общем ебін тауып аласыздар. Осы весада негізі болады. Астанадан бізге жігіттерден индрайвермен алып тұрамыз. Біреуі 3600 теңге тұрады. Мен бір алғанда 10-ын алам, біразға жетеді, көпке жетеді. Өтпегенде уже шыңғыра бастайды, және кішкене ет кескенде түтін сияқты шығады. Сол кезде уже ауыстыру керек. Қазір басқада ет дүкендерінде боламыз. Олардың осындай араларымен танысатын боламыз. Және де бір айтатын нәрсе, мынау цепті ауыстырғанда, мынау арасы, міне, мен жаңа араны алып алдым, заказ бердім, алып келді. Мынау ауыстырғанда, мынау төмен қарап тұр. Мен мынаны жоғары қарап салып тастағам, мына жағын. Ол кеспейді, шыңғырады. Мен оған звондадым. Сөйтсем ол маған видео жіберді. Қате салдым деп. Сондықтан мына жағы төмен қарап тұрады. Мына жағы керісінше жоғары қарайтын екен. Мына жағы ішінде тұратын жоғары кетіп жатыр. Тістері жоғары қарап тұр. Мынаның тістері төмен қарап тұр. Осылай салмасаңыздар, ол дұрыс болмайды. Шыңғырап кесе алмайды. Білмегенді біз солай ақырын үйрендік. Біз қазір Мирас деген ет дүкеніне келдік. Мирас ет мясо дейді. Осы дүкендегі араны сіздерге түсіреміз. Бағасын, қаншалық тұратын, қайдан алғанын сұраймыз қазір. Мирас дүкеніне келдік. Мынандай нелер бар. Сосын тағы жеке біз сұхбаттарға келеміз. Ал енді бүгінгі ара, мен жаңа Айшуақ дүкеніндегі араны көрсеттім сіздерге. Бағасын, қанша тұратын, қайдан алғанды. Енді Мирас дүкеніндегі мен сұрай едік. Мынау қанша тұрады? Ара 400 мың тұрады. Араның есі киловатт болу керек. 2-2 болу керек киловатт. Одан төмені болса, онда ол тартпайды. Свежий еттер тұрып қалады. Сосын главный высота. Соның высотасы, Высотасы и ширинасы керек. Ширинасы тоже керек, мына жер тоже керек, а то мынау не болса сыймай қалады. Основном мне высотасы керек. 30 сантиметрден төмен болмау керек. 30 сантиметр. Мына сізде 30 ба? 32 сантиметр. 32 сантиметр. Киловатт болу керек, сізде мощный болу керек. Киловатты жаңа қандай? 2-2. Бұл қайдан алдыңыз? Мен интернеттен алдым. Ақтаудан келді. Ақтаудан келді ма? Қоздырып алдым. Әрбір ет дүкеніне кіріп, осылай еттің арасы туралы мағлұматтар беріп жатырмыз. Основном киловатт и высота. Высота, дұрыс айтасыз. Мынау неге ширинасы да дұрыс екен. Менің мынау ширинасында, менің арамда мына жер аз, тоже сыймайды. Менікі мынандай ғана. Енді интернетпен, сонда Каспиймен ба, қалай? Лучше вообще магазина барып қараған айтқан дұрыс, алған дұрыс магазина бар. Көріп, етіп, потому что Каспийлар кейде киловаттың дұрыс салып жүрмейді. Сол үшін проблема болды. Сол үшін мен мясорубка алдым, мясорубканы қайырдан жібердім, сол етіп жатыр, аспарение болып жатыр. Дұрыс киловаттпен жібермеген. Далада да дұрыс жібермеген, алдында бір қайырдан жіберіп, қайырдан алған. Лучше магазиннан алған дұрыс. Бар көзбен көріп, көзбен көріп алған дұрыс.
Бәрекелді, рахмет. Міне бүгін біз ара туралы түсіріп жатырмыз. Келесі видеоларда мынау ет кесетін мясорубка туралы жеке видео болады. Оны тағы да келесі видеолардан көресіздер. Енді мынау холодильник туралы бір жеке тақырып видео болады, алла қаласа. Және де мынау Тәкеңнің өзінің осы дүкенімен бір сұхбат жасаймыз, алла қаласа. Сосын барлық мынау біздің Бұланды ауданы Макен қаласында тағы мясной мир, тағы да Сваға деген секілді дүкендер бар. Солармен тағы ет сүйер халыққа пайдамыз тисін деген мағлұматтармен бөлісеміз. Жақсы, рахмет. Жал жая дүкені дейтін. Мінекей мынау ет кесетін арасы. Мына жерін көрсете кетейін сіздерге. Оқып үлгеретіндей уақыт сіздерді ұстап отырмын. Жақсылап қарап, болмаса осы жерге пауза қойып, скриншот жасап аласыздар ма? Ара күшті екен, ара ұнап тұр. Араның бағасы қаншаға түсті? 750 мың. Мінекей құрметті көрермендер, бұның бағасы 750 мың. Алғасын осындай ара алу керек. Міне бұл өкінбейсіздер, ең мықты ара. Өйткені қандай малдың етті сан ет мына жерден сия береді. Көбінесе міне мына жері кішкентай біздің алған аралар. Ал құрметті көрермендер, тағы да мінекей мясной мир деген ет дүкеніне келдік. Қазір осы дүкеннің қандай арасы, қанша тұрады, бағасы, жаңа арасы туралы мағлұмат көрсетеміз сіздерге. Ал құрметті көрермендер, біз бүгін мінекей мясной мир ет дүкеніне келдік. Мінекей соңғы ет дүкенінің мінекей иесі Ереке. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Енді Ереке, мынау сіздің бүгінгі тақырыбымыз кісілер қандай ара алам деп таңдап, соны бас қатып жүрген кісілер көп. Енді шағын ет дүкені болады, үлкен ет дүкені болады. Соған әртүрлі дүкендерге әртүрлі мынандай аралар керек қой. Сондықтан сіздің араңыздың бірінші мынау ең бізге маңыздысы мынау биіктігі қанша, высотасы? Мында мынау еттің сыйы саны ең үлкен ляшкалар сия береді. Осыға дейін 28 сантиметр. Мынау до конца мынаға дейін 38 сантиметр. Негіз қарап тұрсам, 50. бұлай қара ені ширинасы 50 мінекей. Бұған енді любой. Мынау міне 50 килограммдық, 60 килограмм бұлай 50 сия береді. Енді бұл Макинск қаласында, Бұланды ауданы, Ақмола облысы. Мен жаңа 2-3 мен өзімнің дүкенім Айшуақ, Мирас және де Жал жая бүгін ашылған 3 дүкенде 4-ші дүкен еттің. Сол жерде ең профессиональный үлкен ара мінекей осы мясной мир осында екен. Басқаларынікі? Сіздікі ең үлкен сіздікі екен. Ал бір кішкене кесіп көрсетіп берсеңіз, бір. Тамаша. Керемет. Рахмет. Көрермендер, мінекей мынау бүгін түсірген 4 дүкендегі Макинск қаласы, Ақмола облысы, Бұланды ауданы бойынша мінекей осы Ерекеңнің арасы ең мощный, профессиональный, ең үлкен ара екен. Енді етпен серьезно мықты айналысам деген кісілер болса, онда осындай аласыздар. Енді мынау ең мына жердегі мына жер ішін қараңыз, айбат несі үлкен. Мына жердегісі міне қараңыз, мынау деген масқара, мынау 50 сантиметр. Мынау высотасы, оның өзі 38-40. Ең үлкен ара. Енді бұның бағасы қанша тұрады, бағасы? 2 миллион болды. 2 миллион тұрады, Жаңа ғана ненікі, Талғаттікі, Мирастікі 400 мың қалған, Жал жаянікі 750 мың қалыпты. Мынау екен Ержандікі 2 миллион тұрады. Мынау енді ең мықты, үлкен етпен керемет үлкен жерде айланысатын точкаларға таптырмайтын. Енді бізде келесі видеоларда мясорубка туралы болады.